Салам достар, бүгін сіздерге еліміздің мәдени жәдігерлерінің бірі Арыстан баб кесенесі туралы айтатын боламыз. Мұндай қасиетті жердің рухы өз көзіңмен көруді, сезінуді және энергиямен алмасуды қажет етеді. Олай болса, қасиетті жердің энергиясын сіздерге жеткізуге тырысатын боламыз. Отырар аймағында орналасқан Арыстан баб кесенесінің іргесі сонау 11 ғасырда қаланған. Яғни темір дәуірінде құйылған қыш кірпіштердің кейбірі әлі күнге дейін сақталып қалған. Көне кірпіштері қабірхананың астында және кіреберіс табалдырығында жатыр. Оның бір-екеуі мұражайдың ішінде тұр. Алайда орта ғасырларға жетпей бұл ескерткіш құлап қалады да 14 ғасырдың ортасында Арыстан бабтың қабірінің үстіне әмір темір кішкене сағана соқтырады. Кейін Қожа Ахмет Яссауидің кесенесін тұрғызып жатқанда әмір темірдің түсіне Арыстан баб еніп, бабаның аруағынан қорыққан билеуші Яссауидің кесенесін тоқтатып қойып, Арыстан бабтың қабірінің үстіне кесене жинаған деседі. Кесененің көне құрылысынан қалған тағы бір ерекше зат бұл ұстын тіреулер. Сонау 14 ғасырда қарағаштан шауып қойылған 6 тіреудің 6 ғасыр бойы сақталып қалғаны адам таңғаларлық нәрсе. Ұстынның жоғарғы жағына ойылып салынған оюлар сол күйі сақталып қалған. Ғалымдар бұл оюды қазақтың дәстүрлі нақышы екендігін айтады. Кесененің сол жағында орналасқан мына құдық 14 ғасырда қазылған екен. Тереңдігі 14 метр. Жолаушылап келгендерге бұл суды көп ішуге болмайды, себебі су ащы. Егер дәмін көрем дейтіндер болса, дұға оқып жұтқаны жөн. Сондай-ақ туристер кесенеден орта ғасырлық каллиграфия өнерінің керемет үлгісі ретінде сақталған қолмен жазылған көне Құранды тамашалай алады. Бізде төрт объектімізді атап өттім. Арыстан баб кесенесі, Отырар қала жұрты және бізде Отырар музейінен бөлек сапар орталығы бар. Негізгі мақсаты туристерге қызмет көрсету орталығы ретінде ашылған. Бірінші қабатта бізде 3D экрандар, туристерге жалпы біздің объектілеріміз бойынша ақпарат беріледі толыққанды, қай жерде не бар, гидті қалай алуға болады, жолды қалай жетуге болады деген сияқты. Және бізде кіреберісте QR кодтар бар, яғни гид қызметін ала алмайтын мүмкіншілік болмаса, QR кодқа өзінің телефонымен тыңдап, ұялы телефонымен толыққанды ақпаратты жазбаша түрде аудио форматында ала алады. Киелі Арыстан баб кесенесі саяхаттауға арналған керемет мекен. Бүгінде кесене бүкіл әлем мұсылмандары тәубе ететін қасиетті мекен саналады. Сондықтан болар тәубе етушілер алдымен Арыстан баб кесенесіне, одан кейін Ахмет Яссауиге барады. Егер Түркістанға келетін болсаңыздар, осы бағытпен жүруге кеңес береміз.